Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні. 125 сабақ сан есім тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта мәтіннен сан есімдерді тауып, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын боламыз. 18 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхат жасаған жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынады. Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, қайта табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді. 2-3 сынып оқушылары мұғалімдермен бірге 8-10 километрден аспайтын бір күндік жорықтарға шығады. Мәтін ол кім, бұл не кітабынан алған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Нағыз туристер деген кімдер? Нағыз туристер саяхаттап жүргенде демалып қана қоймай, саяхат жасап жүрген жерлері жайында егжей-тегжейлі білуге талпынатындар. Саяхатшылар қандай болады? Саяхатшылар табиғаттың нағыз жанашыр қорғаушылары. Олар ағаштарды кеспейді, от жақпайды, жас шыбықтарды сындырмайды, табиғат зиянкестерімен күрес жүргізеді деген сияқты балалар мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап беруімізге болады. Саяхатшыларды неліктен табиғаттың жанашыры дейді? Себебі саяхатшылар табиғатқа зиян келтірмейді, балалар, керісінше қамқорлық көрсетеді. Өзің саяхаттауды ұнатасың ба? Балалар, бұл сұраққа өздерің жауап берулеріңе болады. Егерде сендерге саяхатқа шыққан ұнайтын болса, қандай жерге саяхатқа шыққың келетінін, не болмаса қандай жерге саяхатқа барғаныңды, ол жер несімен ұнағанын, сол жайлы баяндауларыңа болады. Мәтіннен қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді тап. Олар әрине сан есімдер 2, 3, 8, 10, 1 деген сөздер, балалар. Олай болса балалар, ережені мұқият тыңдап есімізде сақтап алайық. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы 5, 7, 9, 20. 19 жаттығу мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Саяхат адамды жақсы әдетке баулиды. Нүкте, нүктеден кейін бас әріппен жазамыз, балалар. Ол қиындықтарды жеңуге үйретеді. Нүкте, нүктеден кейін бас әріппен, сондықтан бір күндік саяхатқа шығып тұрған дұрыс. Нүкте, сан есімнің астынсыз. Неше күндік? Бір күндік. Яғни балалар, бір бұл сан есім. 20 жаттығу суреттерге қарап, қай қалаға саяхатқа шығатыныңды болжа. Мұндағы берілген суреттерге қарап, балалар, Астана қаласына саяхатқа шығатынымызды болжауымызға болады. Өйткені бұл суреттерде Астананың көрнекті жерлері бейнеленген, Бәйтерек монументі, Хан Шатыр және балаларға арналған ойын-сауық орталығы. Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айт. Әңгімеңде қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді пайдалан. Олай болса балалар, Астанамызға саяхат тақырыбына әңгіме құрастырып айтып көрейік. Астанамызға саяхат. Жазда отбасыммен бірге Астана қаласына бардым. Астана әдемі, таза, үлкен қала. Біз пойызбен 3 сағаттай жүрдік. Бірінші күні Бәйтерекке бардық. Оның биіктігі 97 метр екен. Жоғары көтеріліп қаланы тамашаладық. Екінші күні Хан Шатыр сауда орталығына бардық. Онда түрлі дүкендер мен ойын алаңдары болды. Астана бізге өте ұнады. Бұл саяхаттан көп әсер алдық деген сияқты балалар. Сендер де әңгіме құрап көрулеріңе болады. 21 жаттығу мақалды көркем жаз. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Мақалдағы сан есімдер 7 сөздері. Мұндағы 7 деген сан есімдер 7 жұрттың және 7 түрлі деген сөздермен байланысып тұр. 22 жаттығу ойлан тап. Алғашқы түбір сөз
аспан әлемінің бірі. Екінші түбір сөз жорғалаушының бірі. Екеуін қосып оқысаң, зиянкестің түрі. Жауабы жұлдыз құрт. Сан есімдерді теріп жаз. Сан есімдер екінші, екеуін деген осы екі сөз екен балалар. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.